Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге жаңға да арнасы. Қанды 3 әдіспен тазарту арқылы мына аурулардан айығасыз. Бар жоғы шақ әдіс жалпы саулығыңызды жақсартады, теріңізді тегістейді, қуатыңызды арттырады. Қанды тазалау арқылы ревматизм, буын мен бұлшық еттердің шаншып сырқырап ауруы, артерит, буынның қабынуы және анемия, қан аздық ауруынан құтыласыз. Денсаулық саласының мамандары қанды тазартып тұруға кеңес береді. Оның денсаулыққа пайдасының ұшан теңіз екенін алға тартады. Өйткені көптеген аурулардың пайда болуына қанның тікелей ықпалы бар. Біз қанды тазарту арқылы ағзадағы улы заттардан, шлактан, белгісіз аурулардың қоздырғыш ошақтарынан арыламыз. Нәтижесінде қанның қоюлануы болмайды. Ішкі ағзалардың жұмыс істеуі жақсарады, ұйқысы түзеледі, ойлау, есте сақтау қабілеттері артады, иммундық жүйе нығаяды, аллергиялық аурулар азаяды. Қанды тазарту үшін медициналық құралдарды пайдалануға болады, бірақ оған уақыт пен ақша кетеді. Егер сіз алтын уақытыңызды үнемдеп, қаржыңыздың қалтаңызда қалғанын қаласаңыз, онда үй жағдайында мына 3 әдіспен қанды тазарта аласыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бірінші әдіс. Термосқа 1 ас қасық балғын қалақай немесе крапива жапырағын салып, 2-3 дана қарақат жапырағынан, 2 дана таңқурай жапырағын, 1 дана грек жаңғағының жапырағын саласыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып, бетін жауып тастайсыз. Шамамен 20-25 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде қабылдайсыз. Егер татымы ұнамаса, бал немесе лимон қосуға болады. Емделу тәртібі 100-150 мл-ден күніне 2-3 рет ішесіз. Емделу ұзақтығы 2-3 апта. Екінші әдіс. 200 грамм қалақай жапырағын жақсылап жуып, эмаль ыдысқа саласыз. Үстіне 500 мл қайнаған су құйып, қақпағын жауып қойыңыз. 1-2 сағаттай тұнған сусынды сүзіп алып, 500 грамм қант араластырыңыз. Ыдысты отқа қойып, қант ерігенше баяу отта қыздырыңыз. Бір қайнап шыққан соң, дайын болған тұнбаны шыны ыдысқа құйып, қақпағын мықтап жабыңыз. Бұл тұнба қанды тазалаумен қатар жөтелді, баспаны, суықты емдеп, иммунитетті көтереді. Үшінші әдіс. 200 грамм балғын қалақай жапырағын тазалап жуып, ыдысқа саласыз. Үстіне 1 стакан қайнаған су құйып, отқа қойыңыз. 2 минуттай қайнаған соң, оттан алып, қақпағын жауып қоясыз. Салқындаған соң, емдік сусынды сүзіп алып, шыны банкіге құйыңыз. Үстіне ұсақтап туралған 3 дана лимон мен 1 стакан балды қосып, мұқият араластырыңыз. Дайын болған тұнбаны 1 ас қасықтан күніне 2 рет ішесіз. Егер үзбей қабылдасаңыз, 1 аптадан соң қаныңыз тазарып, бойыңыздан жеңілдік сезінесіз. Қанмен бірге теріңіз де, ағзаңыз да жақсарады. Ескере кететін жайт, дайын тұнбаны тоңазытқышта қойып, 6 айға дейін сақтауға болады. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.